көзіңіздің жиі жасаурауы, көзіңіздің дұрыс көрмеуі, көздегі шаршағыштық және шаншып ауруы мазалап жүрсе, бұл сусын сізге арналады. Сәлем достар, осындай қарапайым жемістер мен көкөністерден ағзамызға пайдалы өнімді ұсынғым келіп тұр. Видеоны соңына дейін көріп, пайдалы ақпаратқа ие болыңыз. Бұл сусын құрамында жиі қолданып жүрген алма, сәбіз, апельсин, бал мен куркума қолданылады. Дайындалу барысын және бұл көкөніс пен жемістердің көзге қандай пайдасы бар екенін атап өтетін боламын. Алдымен жуылған алманың қабығынан тазартып, бұл жерде қабығынан тазарту өз еркіңізде, ірі көлемде кесеміз. Алманың құрамында А, С, В1, В2, П, Е дәрумендері бар. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. А дәрумені шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, жарылып, түсі күңгірттенеді. Б дәрумені организмде дұрыс зат алмасу үшін аса қажет. Бұл дәрумен жетіспегенде шаршағандық сезіліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Ағза Б1-ге зәру болған жағдайда жүйке жүйесі ауруға шалдығуы мүмкін. Б2 дәрумені басқа да дәрумендер сияқты организм бір қалыпты өсуіне қажет. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді. Көздің жақсы көру қабілетін арттырады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап, ұшық шығады. Денеге түскен жарақат баяу жазылады. С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу әрекетін арттырады. Сүйекке және тіске берікті қасиет береді. С дәрумені жетіспегенде ағза тез шаршайды. Сілемейлі қабықшалар қабынады, қызыл иек қанталайды. С дәрумені ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет. П дәрумені жіңішке қан тамырларының беріктігін арттырып, қызметін қалыпқа келтіреді. Е дәрумені бұлшық еттердің қызметін жақсартады. Сондай-ақ алмада марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мырыш бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды, ойлау қабілеті жақсы дамытады. Ал ең бастысы алма темірге бай. Темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне бір алма жеу қажет. Әрі қарай қабығынан тазаланған сәбізді алып, орташа мөлшерде кесеміз. Сәбіздің пайдасына келетін болсақ, сәбіз әсіресе А дәруменін толықтыру үшін маңызды болып табылады. Сондай-ақ құрамында С дәрумені, К дәрумені және Е дәрумені бар. Сәбіздің ең белгілі пайдасы көз денсаулығына қосқан үлесі. Жасқа байланысты пайда болған макулярлы дегенерацияның алдын алуда маңызды рөл атқарады. Бұл торлық қабық пен линзаның қорғау арқылы көздің денсаулығын жақсартады. Түнгі соқырлық және көру қабілетінің жоғалуы сияқты қауіптерге қарсы қолдау береді. А дәрумені тапшылығы балалардағы соқырлықтың негізгі себептерінің бірі болып табылады және иммундық жүйені нығайтады. Құрамындағы бета-каротин болуына байланысты теріні күн сәулесінен қорғап, тері ауруларын емдеуге зор үлес қосады. Кесілген алма мен сәбізді 700 мл су көлемін құйып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін баяу отқа 7-10 минут қоямыз. Апельсинді қабығынан тазартып, орташа көлемде тураймыз. Апельсиннің құрамындағы кальций сүйектінің негізгі болып табылады. Апельсин жеу көзді макулярлы дегенерациядан, катарактілерден және көру қабілетінің бұзылуынан, оның ішінде байланысты көру қабілетінің нашарлауына қорғайды. Мұнда А витамині көз қабығының саулығын қолдап, көзге жарықтарды сіңіруге көмектеседі және көз мембранасынан қорғайды. Ал апельсинді үнемі тұтыну арқылы сүйектерді қатайтуға болады. Сонымен бірге апельсин ревматоидты артрит пен атеросклероздің дамуына жол бермейді. Апельсин холестерин деңгейін төмендетеді және қан тамырларында холестерин түйіншектерінің пайда болуына жол бермейді. С дәрумені еркін радикалдардың зақымдалуын алдын алады. Ол жүрек ұстамасының алдын алады. Содан соң суынан бөлек алып суытамыз. Суын кейін қолдануға қоямыз. Суыған өнімге туралған апельсинді салып, блендер немесе шырын дайындағышта еземіз. Алып қойған суымызды құйып, тағы бір қайтара еземіз. Дайын болған өнім үстіне куркума мен балды қосып, тағы да езіп аламыз. Куркума антиоксиданттық, вирусқа қарсы, бактерияға қарсы, зиянге қарсы, антикарциногендік, аутомутагендік және қабынуға қарсы қасиеттерінің кең спектрін қамтиды. Ол сонымен қатар ақуыз, диеталық талшық, ниацин, С дәрумені, Е дәрумені, К дәрумені, калий, кальций, мыс, темір, магний және мырыш сияқты көптеген пайдалы қоректік заттармен толтырылған. Куркума дәні таңсық болуы мүмкін. Алғашқы дайындағанда мөлшерін азайтып, уақыт өте келе көбейтсеңіз болады. Жалпы куркуманың пайдасы зор, сондықтан тағам мәзіріне қалыппен енгізгеніңіз жөн. Және балдың да ағзаға оң әсері көп. Иммундық жүйені қалыпқа келтіріп, ағзаны уланудан тазартады.
егер оны орнымен пайдаланса, 1001 дертке ем. Бүгінгі көзге пайдасы мол сусынымыз дайын. Өнімдердің мөлшерін видеоның астына қалдырып кетемін. Дайындалған өнімді жатар алдына 1 стакан мөлшерінде қолданыңыз. Емдеу курсы 7-10 күн аралығында. Сіздердің әр қолдауларыңыз маған шабыт береді. Каналыма тіркеліп, лайк басып, жақындарыңызбен пайдалы ақпаратты бөлісе отырыңыздар. Және менің каналымнан қандай ақпарат немесе денсаулыққа пайдалы кеңестер күтесіздер, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.